Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамына небәрі бір ғана жұмыртқа кететін жасалуы өте оңай торттың рецебін бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылған. Массамызды жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, оны да араластырып алатын боламыз. Мен түсі кішкене өзгешелеу болу үшін біраз қасық какао қостым. Егер сіз қаламасаңыз, қоспасаңыз да болады. Алдын ала өлшеп алған айранымызға бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Бізде дәл осындай реакция жүреді. Көріп тұрғандарыңыздай, айранымыз әдемі болып, көпіршіп көтеріліп келе жатыр. Осындай реакция жүру керек. Айранымызды да ыдысқа құйып алып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің барлық массаларымыз жақсылап араласып алды. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды және бір шай қасық разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде түйірлері қалмау керек. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс. Сонда біздің тортымыз әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салып алдым. Осымен біздің қамырымыз дайын. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып алатын боламыз. Біздің тестамыз дәл осылай болып шықты. Енді формамыздың астына пергамент салып, тестамызды жайғастырып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 минуттың көлемінде пісіп шықты. Піскен ағаш таяқшаның көмегімен білсеңіздер болады. Піскен коржымызды жақсылап суытып барып, формадан шешіп алатын боламыз. Бетіндегі дәл осындай дөңкеп тұрған жерін пышағымызбен кесіп аламыз. Бұл бөлігін жақсылап үгітіп, бетіне сәндікке сеуіп қоятын боламын. Енді креміне кірісетін боламыз. Бізде кремі де өте оңай. Вареный сгущенканы және сары майымызды салып, миксермен екеуін жақсылап миксерлеп араластырып алатын боламыз. Бұл тортымызға кез келген крем келе береді. Қаласаңыз, заварной крем қолдансаңыз да болады, не болмаса басқа да кремдерді қолдансаңыздар болады. Осымен біздің креміміз дайын. Креміміз дәл осылай болып шықты. Енді біз корждарымызды жинап бастаймыз. Коржымызды мен теңде 2 бөлікке бөліп алдым. Менде бұл коржымыздың беткі бөлігі жаңағы томпайған жерін алып, теріс бетінен қойып, дәл осылай кремдерімді жағып шықтым. Тортымыздың беті тегіс болу үшін мен астыңғы бөлігін дәл осылай теріс қаратып қойып алдым. Сонда біздің тортымыздың беті тегіс әдемі болып шығады. Оның бетіне де кремдерімізді жақсылап жағып аламыз. Торттың бетінде өз қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Осымен біздің бір ғана жұмыртқадан шығатын тортымыз дайын. Түсі де әдемі, өзгеше. Қазір осы тортты сіздерге кесіп көрсететін боламын. Сондай жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, алдағы уақытта жаңадан салған видеоларымды біріншілерден болып көре аласыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.